Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы даму категориясы. Соның ішіндегі жеке тұлғаны дамыту, тұлға тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеу процесінің нәтижесі деген тақырыптарға тоқталатын боламыз. Адам жер бетіндегі тірі организмдердің дамуының ең жоғарғы сатысы, биоәлеуметтік тіршілік иесі. Даму нәтижесінде адамның биологиялық табиғаты, оның ішінде морфологиялық, биохимиялық, физиологиялық, әлеуметтік өзгерістерге ұшырайды. Ал әлеуметтік даму оның психикалық, рухани, интеллектуалды кемелденуінен байқалады. Даму дегеннің өзі сыртқы және ішкі бақыланатын және бақыланбайтын әлеуметтік және табиғи факторлардың әсерінен болатын қалыптасу процесі деп түсінеміз. Ғылымда мынадай бір формула бар. Адам болып туады, тұлға болып қалыптасады. Демек, тұлғалық қасиеттер даму процесінде қалыптасады. Әлеуметтік процесс негізінде қалыптасады. Адамның дамуына әлеуметтік тұрғыдан жүргізілетін зерттеулер адамды адам индивид, адам дара, адам тұлға категорияларына жіктеп көрсетеді. Ондай болса, әркім өзіне менің әлеуметтік деңгейім қандай, мен кіммін деген сұраққа жауап іздеп көріңіздер. Индивид немесе жеке адам бір тұтас табиғи тіршілік иесі, Homo sapiens түрінің өкілі. Бердяев адам индивид ретінде табиғаттың және қоғамның бөлшегі деп қарастырады. Индивидтің адамның басқа типтерінен айырмасы, онда тірі организм ретіндегі адамға тән жалпы қасиеттерді қамтиды. Бірақ нақты бірегей ерекшеліктердің болмауымен сипатталады. Адамның келесі типі индивидуалдық, даралық. Бір адамға басқа адамнан ерекше көрсетіп тұратын ішкі тұтастығы, салыстырмалы өзіндігі, өз бетінше қоршаған әлемде өзін көрсете алу мүмкіндігі бар даралық сипаттың формасы ретінде. Ал тұлға адамның тек дара сипат ретіндегі емес, әртүрлі әлеуметтік топтардың, адамдар қауымдастығының әлеуметтік, психологиялық бейнесімен сипатталады, дейді. Тұлға латын тіліндегі персон сөзінен шыққан. Тұлға адамға басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас жасауға, шығармашылық іспен айналысуға, материалдық және рухани құндылықтарды жасауға мүмкіндік беретін әлеуметтік маңызды қасиеттер мен дағдылар кешені. Тұлға тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудегі өзінің даралығын сезінетін әлеуметтік болмыс, әлеуметтену процесінің нәтижесі. Сондықтан тұлға қоғамның өкілі, қоғамдық қасиеттерді тасымалдаушы деп қарастырады. Кімдерді осындай ірі тұлғалардың мысалы ретінде келтіруге болады, ойланып көріңіздер. Адамның барлық типтері, индивидтер, даралар, тұлғалар білім беру жүйесінде тәрбиеленіп, ашық қоғам мүшелеріне айналады. Білім беру жүйесінен адамның қандай типтері шығады деп ойлайсыз? Жеке адам ба, дар адам ба, немесе тұлға ма? Білім беру жүйесін оның негізгі компоненттерімен бейнелейтін сызбаға назар аударыңыз. Біріншіден, жүйе дегеніміздің өзіне. Жүйе дегеніміз бір-бірімен тығыз байланысты, бірінен бірі туындап тұрған бірнеше элементтердің жиынтығы деп қарастырамыз. Мысалы, оқушы, мақсат, мазмұн, процесс, мұғалім, нәтиже арасындағы байланыс жиынтығынан тұратын микро білім беру жүйесінен қоғамға немесе сыртқы макро жүйеге небір керемет даралар да, бір аяқ асқа алғысыз қаралар да шығады. Бұл факт. Білім беру жүйесінің салдары неліктен, не себепті? Осы сұрақтар төңірегінде тағы да ойланып көріңіздер. Олай болса, тәрбие мен дамуды педагогиканың бөлінбейтін категориялары деп қарастыруға тура келеді. Педагогикалық анықтамалық сөздікте даму дегеніміздің өзі мынандай анықтамамен тұжырымдалған. Даму педагогикалық категория ретінде адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістердің процесі мен нәтижесі. Мына суретке қарасаңыздар, баланың өсуі мен дамуы бірін-бірі қолдап, кезең-кезеңмен бірінен бірі
бірін-бірі қадағалайтынын байқауға болады. Көлденеңнен өсу, білім мен дағдылар жинақталып, содан кейін күрт секіріс пайда болады, жаңа деңгейге ауысады, яғни даму жүреді. Содан кейін бұл деңгейдің дамуы қайтадан көлденеңінен өседі, яғни өсу мен даму қозғалыстары ауысып отыратындығын аңғаруымызға болады. Тұлға дамуына келесі қандай факторлар әсер етеді деген сұрақ қояйын. Тұлға дамуының 3 жетекші факторларын атауға болады. Олар біріншіден тұқым қуалаушылық. Бұл тұлға дамуында бақыланбайтын фактор. Ол организмнің ата-анадан балаға берілетін белгілі бір қасиеттер мен белгілерді беру қабілеті. Тұлға дамуында жартылай басқаруға бейімделетін келесі фактор қоршаған орта. Ол баланың өскен әлеуметтік, материалдық, экономикалық ортасы. Баланың жеке басының қалыптасуына тікелей әсер ететін туыстары мен сыныптастары. Адамды жүйелі түрде дамудың жаңа жоғары деңгейлеріне бағыттайтын, тұлғаның дамуын жобалайтын, барлық басқа факторлардың әсерін үйлестіретін және тұлғаның толыққанды дамуы мен қалыптасуын қамтамасыз ететін негізгі фактор ол тәрбиелеу. Бұл жердегі тәрбиенің негізгі қызметі баланың өзін-өзі реттеу, өзін-өзі дамыту тетіктерін дамытуға, іске қосуға бейімдеу. Сонымен құрметті студенттер, бұл даму деген ерекше категория. Даму бұл ең біріншіден біз бұны процесс деп қарастырамыз. Бұл процессті толық түсіну үшін сіздерге өздеріңізге өз беттеріңізбен дайындалуға тура келеді. Сондықтан да келесі ұсынылатын әдебиеттер бұл біздің оқып жүрген негізгі әдебиеттеріміз: Бабаев педагогика оқулығы, жалпы педагогика, Дүйсенбаевтың оқулығымен айналысуға болады. Рахмет тыңдағандарыңызға. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.